Мен Алматы қаласы номері 172 мектеп гимназиясы 3-ші сынып оқушысы Дәулетбекұлы Бейбарыспын. Мен сіздерге ұлы ақын Абай Құнанбайұлы атамыздың «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» деген өлеңін айтып беремін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл ұрамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырыққа сылап тұғар көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзу кел қисық қылар қырын келмей, сыртын тағып іс бітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағың тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қыламын алдыңғы айтқан дұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз. Кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл емес деп жиіренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Батырдан барымташы туардан ғой, қысшылда қызықшылда әуре жан ғой. Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елер мені маскүнем байқалған ғой. 5-6 мыйсыз, бәрі көрсе мәз бол, қинамай қызыл тілді келтін ал қой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жалынамын мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер түзге. Сән қой, дан қой, ойнашы керім кербес, қанша қызық болады өзіңізге.